Міне біз резинамыздың екінші бөлігін тоқып бітірдік. Өздеріңіз көріп отқандай біздің резинамыз ортасынан сызылып тұр. Бұл былай екі бүктеген кезде сіздерге тегіс әдемі бүктелу үшін жасалған дүние резинамыздың. Енді біз ұзыр тоқимыз. Ұзыр тоқу үшін бірінші есеп жүргізіп алуымыз керек. Себебі біздің осы ілмектермен ары қарай ұзыр тоқи беретін болсақ, біздің шапкамыздың резинасы дәу, ал төбе жағы кішкентай тартылып қалған болады. Сол себепті бірінші қазір сіздерге есептеуді көрсетейін. Міне, мына жерде жазып қойдым. Біз ұзыр тоқу үшін бір оң 6 теріс 18 қоса ілмегі 6 теріс ілмек тоқимыз. Сол кезде жалпы 31 ілмек керек бізге бір ұзырдың шығу үшін. Бұл бір раппорт деп аталады. Енді біз шапкамызды осындайдан 4-еу тоқуымыз керек. Яғни 4 раппортты көбейтеміз 31 ілмекке. 124 ілмек керек. Жалпы біздің мынау дөңгелекте 124 ілмегіміз керек. Енді бізде 124 ілмектің 100 ілмегі бар. Қазір резинада тоқыдық, енді 24 ілмек қосуымыз керек. Оны қалай қосамыз? 24-ті 4 раппортқа бөлеміз. Сол кезде әр раппортта 6 ілмектен қосатын боламыз. Қазір мен сіздерге оны жұмыс барысында көрсетемін. Бастысы осыны түсініп алсаңыздар болды. Және біз ұзыр тоқу барысында спицамызды 3-ші размерден 5-ші размердегі спицаға ауыстырамыз. Яғни біз мына спицамыздың басын жіберіп қоямыз, немесе былай төмен жағына қадап қойсаңыздар да болады. Келесі спицамызбен тоқып бастаймыз. Міне біздің маркеріміз. Маркерді ұмытпаңыздар міндетті түрде. Міне жазуымызды да көрсетіп қояйын сіздерге түсінікті болу үшін. Біз бірінші бір оң ілмек, 6 теріс ілмек тоқимыз. Бір оң ілмек, 6 теріс ілмек. Екі, үш, төрт, бес, 6. Енді 18 қоса ілмегін тоқимыз. Біз жаңағы қосамыз деген 6 ілмекті осы 18 ілмектің арасына біріктіріп қосатын боламыз. Міне, қазір сіздерге ілмек қосуды көрсететін боламын. Міне, бізде ешқандай артық орын жоқ, мынау келесі ілмек, мынау тоқылған ілмек. Осы ортасындағы бір жіпті былай көтереміз. Көрдіңіздер ғой? Жаңағы былай қойсаңыздар, мына тесік дәу болып қалады. Былай тоққан кезде қараңыздар, тесік дәу тесік қалып қалады. Бізде ұзырда, яғни шапқамызда дәу тесік қалмау үшін, оны біз мынандай жасырын күйінде сол спицамызға кіргіземіз. Міне, осылай мына ілмектің артқы қабырғасынан арт жағынан қосаның бірінші ілмегін қостық. Міне оң ілмек. Міне бұл жасырынған ілмек болып тұрады. Негізі бұлай қосуға болмайды. Бірақ бізде жаңағыдай дәу тесік қалмау үшін именно осы қоса ұзыру барысында қосуға болады. Одан кейін тағы қосаның екінші ілмегі, үшінші ілмегі, және біз осы жерде тағы ілмек қосамыз. Жаңа 6 ілмектің біреуін мына жерде қостық бірінші. Одан екеу тоқып, енді тағы бір ілмек қосамыз осы жерден.
кішкене ілмек қосқан кезде қиындық туғызуы мүмкін, бірақ асықпай тоқсаңыздар болады. Міне екінші ілмек қосылды. Бізде 4 косаның ілмегі тоқылды. Тағы 2, 5-ші, 6-шы және осы жерден тағы бір коса ілмегін қосамыз. Кішкене қиындық туғызып жатыр. Себебі астыңғы ілмектерден алып тоқып жатқандықтан. Міне 7-ші ілмек қостық. 8, 9 және осы жерден тағы қосамыз. 10-ші ілмек. 10, 11, 12 және осы жерден қосамыз. 13-ші ілмекті. 13, 14, 15, тағы бір ілмек қосамыз. Он 6, 17, 18. 6 теріс ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне біздің жаңағы айтқан бір рапортымыз бітті. Міне біздің бір рапортымыз бітті. 1 оң, 6 теріс, 18 коса, 6 теріс. Енді келесі екінші рапортты тоқимыз. Тағы да 1 оң, 6 теріс, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді тағы жаңағыдай ілмек қосамыз ортадан. Біреу, екі, үш, тағы бір ілмек қосамыз. 4, 5, 6, тағы бір ілмек. 7, 8, 9, 10 ілмекті тағы қосамыз ортадан.
11, 12 тағы ортадан қосамыз. 13, 14, 15 тағы бір ілмек қосамыз. 16, 17, 18. Şimdi terisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне бізде екінші рапортты бітірдік. Дәл осылай үшінші, төртінші рапортты тоқитын боласыздар. Міне мен 4 рапортты тоқып біттім. Менде 124 ілмек болды. Енді біз узордың бірінші қатарын бастаймыз. Міндетті түрде маркерімізді кигізіп аламыз. Бастаған жерімізді ұмытып қалмау үшін, бір жағынан шатаспау үшін. Енді бірінші оң ілмекті оң тоқимыз. Алты теріс ілмекті теріс тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қосаның ілмектері міндетті түрде оң тоқылады, бірақ орын ауыстырылып тоқылады. Міне 18 қоса ілмегіне келдік. Соның алғашқы 9-ы оң тоқылады. Әр қатарда әр түрлі тоқылады. Сол себептен мұқият жазып алып тұрып тоқсаңыздар да болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 9. Енді бұл күрделі узор болғандықтан әрбір тақ қатарда, яғни біз узор шығарып отыратын боламыз. Міне 9 оң тоқыдық. Одан соң 3 ілмекті іліп аламыз. Сол қолдағы спицадан тоқылмаған 3 ілмекті іліп аламыз. 1, 2, 3. Содан соң мынау қосаға арналған маркер, осындай албасаңыздар тіпті жақсы. Міне қараңыздар. Бұл маркер мына спицамыздың тоқып атқан жұмысымыздың бер жағында емес, артқы жағында қалады. Артқы жағында қалдырамыз да, одан кейін ол бұлай қалады, осылай тұрады. Одан кейін мына жақтан 3 ілмекті оң тоқимыз. Мұқият болыңыздар, узор шығарған жерде қатты қателесіп кетпеңіздер. 1, 2, 3. Міне біз 3-ін тоқыдық. Мына бағанағы шығарып алған 3 ілмегімізді сол қолдағы спицаға қайтадан кіргіземіз. Міне 3 ілмекті кіргіздім. Енді осыны, міне көрдіңіздер ғой, бұлай X болып жатыр. Енді осы жаңағы іліп алған ілмегімізді қайта кіргіздік қой, соны
оң тоқимыз. Кішкене қиындық туғызуы мүмкін, себебі бұл күрделі коса узоры болғандықтан жиі осындай узорлар шығарамыз. 12 қатардан бір узор шығады ғой біздің узорымыз. Міне, осылай болды. Міне, 18 косаның бірінші 9 ілмегін оң тоқып алдық. Одан кейін 3 ілмекті шығарып артқы жағына қалдырдық. Іліп алып, одан кейін 3 ілмекті оң тоқыдық. Соғы жаңа қалдырған 3 ілмегімізді қайтадан былай сол спицаға кіргізіп, оны оң тоқыдық. Енді қалған 3 ілмегімізді оң тоқимыз. Мына жерде 1, 2, 3. Содан соң 6 ілмек теріс. Бұл 6 ілмек өзгерілмей, осылай соңына дейін теріс тоқылады. Міне, біздің бірінші рапортымыз бітті. Енді қалған рапортта дәл осылай тоқып шығамыз. Тағы екінші рапортымызда көрсетіп жіберейін, сіздерге қайталау болсын. Бірінші оң ілмек, 6 теріс ілмек, Енді косаның алғашқы 9 ілмегін оң тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ілмегін тоқыдық. Сол қолдағы спицадан 3 ілмекті шығарып аламыз. Міне, 3 ілмекті шығарып алдық. Бұны спицаны артында қалдырамыз. Содан соң келесі 3 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3. Мұқият болыңыздар, мынау сіздердің ілмектеріңіз шығып кетпесін. Содан соң мына шығарып алған 3 ілмегімізді қайтадан кіргізіп, тағы оң тоқимыз. 1, 2, 3. Сол қалған косаның оң ілмектерін тоқимыз. Қалған 3 ілмекті тоқыдық. Міне 18 коса ілмегін тоқып біттік. Енді 6 теріс ілмек. Şu 5, 6. Міне. Енді 3-ші рапорт басталып жатыр бізде. Қалған 3-ші, 4-ші рапортта да дәл осылай тоқып шығамыз. Бұл біздің косадағы бірінші қатарымыз. Екінші қатарда қазір көрсетемін. Екінші қатарда оңды оң, терісті теріс тоқимыз. Яғни бір оң, 6 теріс, 18 косаның ілмегін оң тоқимыз.
6 теріс. Осылай барлық қатарды тоқып шығамыз. Оңды оң, терісті теріс. Әрбір жұп қатар осылай тоқылатын болады. Екінші қатарымыз осылай. Үшінші қатарда тағы бір ұзор шығаратын боламыз. Міне мен екінші қатарды бітірдім. Дәл оңды оң, терісті теріс тоқыдым екінші қатарда. Енді үшінші қатарда біз ұзор шығарамыз. Бірінші оң ілмегімізді оң, терісті теріс, 6 теріс. Енді міне қоса ілмектері, сол қоса ілмектерінің 6-ауын оң тоқимыз. Бірінші қатарда 9 оң тоқып едік қой, енді бұл жолы 6-ауын тоқимыз, содан соң ұзор шығарамыз. 3, 4, 5, 6. Ұзорды міндетті түрде жазып алыңыздар. Сөйтіп отырып немесе бірінші көріп жазып алып, содан соң тоқысаңыздар да болады. Шатаспау үшін 6 оң тоқыдық. Содан соң 3 ілмекті шығарып аламыз. Үшінші қарамызды артында қалдырамыз. Келесі 3 ілмекті оң тоқимыз. 1, 2, 3. Содан соң қайта бағана шығарып алған ілмегімізді кіргіземіз сол қолдағы спицаға. Сөйтеміз де оны оң тоқимыз. 1, 2, 3. 3 оң тоқыдық. Басында түсініксіздеу болуы мүмкін. Содан соң ұзор 12 қатар біткен кезде сіздерге түсінікті болады. Енді тағы біз осы жерден 3-ін шығарып аламыз. Келесі 3 ілмекті оң тоқимыз. 1, 2, 3. Сосын үшіншісін қайтадан оң кіргізіп, шығарып алған 3 ілмегімізді қайта кіргіздік те, оны қайтадан оң тоқитын боламыз. Келесі теріс ілмектерді теріс тоқимыз. 6 теріс ілмекті. Бізде бірінші рапорт бітті. Қалған рапорттарды да дәл осылай тоқитын боламыз. Тағы бір көрсетейін екінші рапортты. Содан соң
қалған 3-ші 4-ші рапортта өздеріңіз жасайсыздар. Мына бірінші оң ілмекті алдық. Алты теріс ілмек теріс тоқылады. Қосаның алғашқы алты ілмегін оң тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Содан соң сол қолдағы спицадағы тоқылмаған 3 ілмек шығарып аламыз артқы жағынан. Келесі 3 ілмекті оң тоқимыз. Жаңа шығарып алған 3 ілмегімізді қайтадан сол қолдағы спицаға кіргізіп, оң тоқимыз. 1, 2, 3. Содан соң тағы 3 ілмекті шығарып аламыз. Сол қолдағы спицадан сөйтіп 3-ін тоқимыз. 1, 2, 3. Жаңа шығарып алған спицамыздағы ілмектерді қайтадан сол қолдағы спицаға кіргіземіз. Қосаның ілмектері бұл. Енді оны оң тоқимыз қайтадан. 1, 2, 3. Мына қосаның 18 ілмегін бітірдік. Содан соң теріс ілмектер. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне осымен біздің екінші рапорттағы ұзағымызды тоқып бітірдік. 3-ші 4-ші рапортта дәл осылай тоқимыз. Міне мен 3-ші қатар тоқып бітірдім. Енді 4-ші қатарымызда оңды оң, терісті теріс тоқитын боламыз. Ешқандай өзгеріссіз оң ілмектерді оң, теріс ілмектерді теріс тоқып, 5-ші қатарда кездескенше. Міне мен 4-ші қатарды тоқыдым. Енді 5-ші қатарды тоқимыз. 5-ші қатар дәл 1-ші қатардағыдай тоқылады. Бірінші оң, теріс ілмектерді теріс тоқып аламыз. Қосаның алғашқы 9 ілмегі оң тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 3, 6, 9. 9 ілмегі оң тоқып алдық. Одан соң 3 ілмекті шығарып аламыз. Сол қолдағы спицадағы 3 ілмекті шығарып аламыз. Артқы жұмысымыздың артқы жағына шығарып аламыз, теріс жағына. Одан кейін келесі 3 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3. Жаңағы шығарып алған 3 ілмегімізді қайтадан сол қолдағы спицаға кіргізіп,
оң тоқимыз. 1, 2, 3. Оң тоқимыз. Мына қалған 3 ilmekті де оң тоқимыз. Осымен біздің қосаның 18 ilmегі тоқылды. Содан соң 6 теріс ilmегімізді тоқимыз. Міне. Бізде бірінші рапорт аяқталды. Қалған 3 рапортты да осылай аяқтап, келесі қатарға дейін тоқимыз. 6-шы қатарда оңды оң, терісті теріс тоқимыз. Сіздермен 7-ші қатарда кездесетін боламын. Міне мен 5-ші қатарда аяқтап, 6-шы қатарда оңды оң, терісті теріс тоқып шықтым. Енді 7-ші қатарда тоқимыз. Маркерімізді іліп аламыз. Оңды оң, 6 теріс. Енді косаның ұзырын шығарамыз. 3 оң тоқимыз. 1, 2, 3. Содан соң 3-ін іліп аламыз. Сол қолдағы спицадағы 3 ilmekті іліп аламыз да. Біз осыған дейінгі қатардан мына спицамыздың арт жағына қалдырып барып тоқып едік қой. Ал енді осы 7-ші қатардан бастап іліп алған ilmekтерімізді алдына қалдырамыз. Алдына қалдырамыз да, содан соң одан кейінгі 3 ilmekті оң тоқимыз. 1, 2, 3. Содан соң мына іліп алған ilmегіміз қайтадан спицаға, сол қолдағы спицаға іліп оң тоқимыз. 1, 2, 3. Міне. Түсінесіздер ғой, 3 оң, 3-ін шығарып қойдық бері қарай. Одан кейінгі 3-ін тоқыдық. Жаңа іліп алған ilmегімізді қайтадан спицаға салып 3-ін тоқыдық. Енді одан кейін қалған косаның 9 ilmегін оң тоқимыз. Осы 7-ші қатардан бастап шыққан узорларда жаңағы іліп алған ilmekтеріміз спицаның артқы жағында емес, алдыңғы жағында қалады. Содан соң 6 теріс ilmek. Міне біздің бірінші рапортымыз бітті. Қалған 3 рапортты да дәл осылай тоқиды. 7-ші қатарда бітірдік. 8-ші қатарда оңды оң, терісті теріс тоқып шығамыз. Мен оны тоқып қойдым міне. Енді 9-ші қатарда міне алғашқы 7 ilmekті тоқып қойдым сіздерге. Бірден узорға кірісуді көрсететін болғандықтан міне 9-ші қатарда оңды, бірінші ilmekті оң тоқимыз. Қалған 6 ilmегімізді теріс тоқимыз. Енді коса узорын шығарамыз. Бірінші коса узорының 18 ilmегі бар ғой. Соның бірінші 3 ilmегін, алғашқы 3 ilmегін шығарып алдына аламыз. Міне алдыңғы жаққа шығарып қоямыз. Одан кейін келесі ilmekті оң тоқимыз. 1, 2, 3.
3 ilmek оң тоқыдық. Мына шығарып алған ilmегімізді қайтадан сол қолдағы спицаға кіргіземіз. Сөйтіп, оны оң тоқимыз. 1, 2, 3. Содан соң оң тоқыдық. Және тағы 3 ilmekті шығарып аламыз. Алдыңға қарай шығарып алдық. Оң тоқимыз. 1, 2, 3. Жаңағы шығарып алған 3 ilmегімізді қайтадан спицаға кіргізіп, бұл екінші рет болып жатыр уже. Сосын тағы оң тоқимыз. 1, 2, 3. Оң тоқыдық. Қалған 6 ilmekті оң тоқимыз. 1, міне бізде қоса узорының 18 ilmегі тоқылды. Одан соң енді мына ортадағы теріс ilmектер теріс, оң ilmекті оң. Алты теріс ilmегімізді тоқып, бірінші рапортымызды аяқтаймыз. Міне, бізде мына жерден мына жаққа дейін бірінші рапорт аяқталды. Келесі рапорттарды да дәл солай тоқитын боламыз. Екінші рапортта қоса узорын көрсетейін сіздерге. Сосын үшінші, төртіншіні өздеріңіз тоқыңыздар. 1, теріс ilmek 6, 3, 4, 5, 6. 6 теріс ilmek тоқыдық. Енді мына косаның 18 ilmегін тоқимыз. Бірінші 3 ilmekті шығарып аламыз. Одан кейінгі 3 ilmekті тоқимыз. 1, 2, 3. Шығарып алған ilmегімізді спицаға қайта кіргізіп, оң тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі 3 ilmekті шығарып аламыз. Одан кейінгі 3 ilmekті оң тоқимыз. 1, 2, 3. Шығарып алған ilmегімізді қайтадан спицаға кіргізіп, оң тоқимыз. 1, 2, 3. Қалған 6 ilmегімізді ешқандай өзгеріссіз оң тоқимыз. Міне біздің қосадағы 18 ilmek тоқылды. Теріс ilmekті тоқып, бірінші рапортты аяқтаймыз. Екінші рапортты аяқтаймыз. Үшінші, төртінші рапортты дәл осылай
тоқитын боламыз. Мына 9-шы қатарды бітіріп, 10-шы қатарда оңды оң, терісті теріс тоқып шықтым. Бұл жердегі әрбір тақ қатарлар бар ғой, 2, 4-ші қатар, 6-ші қатар, 8-ші қатар, 10-ші және 12-ші қатарлар дәл қалай бар, солай тоқылады. Яғни оң болса, оң ілмектер оң тоқылады, теріс ілмектер теріс тоқылады. Бізде узор тақ қатарларда шығатын болады. 11-ші қатарды тоқимыз. 11-ші қатарымыз дәл 7-ші қатардағыдай тоқылады. Алты теріс ілмегіміз тоқып аламыз алғашқы. Міне қосаның 18 ілмегіне келдік. Сол 18 ілмегінің біріншісін оң шығарып аламыз. 3 оң тоқимыз. 1, 2, 3. 3 оң тоқыдық. Және 3 ілмекті шығарып аламыз. Алдына қарай. Келесі 3 ілмекті оң тоқимыз. 1, 2, 3. Шығарып алған ілмектерімізді қайтадан спицаға кіргізіп, оң тоқимыз. 1, 2, 3. Қалған 9 ілмекті ешқандай өзгеріссіз оң тоқып шығамыз. Қоса узоры осындай тек қана ілмектердің орнын ауыстырумен тоқылатын ерекше узордың бірі. Бұл қоса узорының 18 түрі бар деп алдыңғы марафонымда айтқанымдай, бұл бізде орташа күрделі қоса узорының түрі. Басқа да көптеген түрлері бар. Міне біз 18 қоса узорының 18 ілмегін тоқыдық. Енді теріс ілмекті тоқып, бірінші рапортты аяқтаймыз. Теріс ілмегімізді тоқып, қалған 3 рапортты да дәл осылай ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. 11-ші қатары бұл. 12-ші қатарда оңды оң, терісті теріс тоқитын боламыз. Міне біз 11-ші қатар тоқыдық. 12-ші қатарда оңды оң, терісті теріс тоқимыз. Мен мені тоқып қойдым сіздерге түсінікті болу үшін. Міне біздегі 12 қатар узордан осындай шықты. Дәл осылай тағы былай 12 қатар дәл бірінші қатардағыдай қайталап тоқи берген кезде өріліп, осы узорлар үлкен болып шығады. Қажетті ұзындыққа дейін тоқимыз. Содан соң ілмектерді қысқартуды келесі сабақта көрсететін боламын. Міне біз екінші рет 12 қатар тоқып узор шығардық. Енді біз соңына дейін узормен тоқып тастамаймыз. Себебі қазір бізде 16-17 қатар қысқартумен кетеді ілмектерді. Сол себепті 2 рет 12-12-ден бірінші 12 тоққанбыз, содан кейін 12 қатар, сонымен 24 қатардан кейін уже ілмектерді қысқартуды бастаймыз.